кешірім сұраймын, өстіп жүректеріңізді ауыртып қойғанына. Арген енді менің ана жолғы мини пранкыма осындай бір пранк істейін деп шешкен болатын, оказывается. Енді ұлдарыңыз пранкер болса не істеймін, енді бір болайықта жүрген кезде де барлығын пранкпен немесе интригамен келетін еді ғой. Сондайға енді үйреніп қалдық, бірақ мен оған да кеше айтқан болатынмын. Бұл соңғы пранкым болсын, халық түсінбейді, үлкен кісілер қарайды, апалар қарайды, біз түсінбейді пранк дегеніңді деп. Сондықтан бұл соңғы пранк деп жігіттік сөзін алдым. Мен де оны пранк қылмаймын. Бұйырса ұзатуға дайындалып жатырмын. Қазір Талдықорғанға шығамын. Уайымдамаңыздар, барлықтарыңызды жақсы көремін. Оны қойыңыздаршы, мына жақта Мадина көкеміз шет жағасын білген. Бірақ соның өзінде де қобалжушы ғой бұл деген. Жоқ, мен чуть-чуть қана білдім, 50% қана андай. Өзім де сол пранкқа ілініп қалдым десем болады, алданып қалдым. Мадина менен хуже переживать етіп жүр ғой. Мен деген Мадинаға айтамын, ей бұл пранк шығар деп қоямын. Мадинаға айтамын, қойшы, мынау кәдімгідей Аргенді, ей Арген қой, не істеп жүрсің? Реально ана жақта мен деген басында енді сенбей тұрмын ғой пранк деп, сөйтіп Арген маған ей деп айғалағанда өзім шошып кеттім негізінде. Сосын бір уже кәдімгідей сол кезде бүйтіп сене бастадым, бұның бәрі шын ба деген сияқты. Мадина да жүр былай ана жақта напряжен, мен сумкамды лақтырып жіберсем, Мадина сумкамды бүйтіп ұстап жүр ғой. Кішкентай балалар сияқты артынан еріп жүр ғой, кімге не дерін білмеймін. Жоқ, мен бірдеңе дейін десем 2 жасының ортасына түсті дейді. Ана қызға бірдеңе дейін десем, ол қыздың көзі бақырайып тұр ғой. Негізінде көбісі ауыр пікір жазып жатыр. Ойбай, клоунсыңдар, мынандайсыңдар, хайпажорларсыңдар, адамдарды ойламайсыңдар ма, сендер не деген мразьсыңдар деп. Ну, короче, очень-очень обидные слова. Ну, с одной стороны, енді пранк екенін біліп жатса да ондай ауыр сөздер жазып жатыр. Арген тарапына сіздерге айтарым, біздің ешкімге зиянымыз тиіп жатқан жоқ, біреудің ала жібін аттап жатқан жоқпыз. Арген ешкімнің ала жібін аттаған жоқ, біреудің тамағын ұрлап немесе бірдеңесін ұрлап алдап жатқан жоқ. Сондықтан айтып қатты сөкпеулеріңізді сұраймын. Өмір болғаннан кейін неше түрлі заттар болады. Сондықтан солай қатты сөкпеңіздер. Ермей жатыр бір қырау, кездескім келді өзіңмен ұзақ сырласып. Айтшы шарығым өзге жандардан кім ғашық, дәрмен десе сүйетін шығар бірақ та. Достар, өзіңіздеріңіз. Достар, мен жолға шықтым Талдықорғанға. Ертеңнен бастап бұйырса тойға прям қарқынды дайындық басталады бізде. Сондықтан стористарды үзбей қараңыздар. Мен қазір жеткенде бірақ салатын боламын. Қазір Алматыдан шығып баратырмыз. Сеть пропадать етеді. В общем, 2 сағатқа жоғаламын. Одан кейін бірақ ертеңнен бастап прям андай стористар болады. Чисто тойға дайындық, ой, сторис. Сондықтан күтіңіздер. Кештеріңіз сәтті өтсін. Негізінде, в общем, пранктың бәрін бастаған біздің ағамыз. Жоқ, не за мен айтқам ғой, ең там последний пранкта айтқам, просто бұл айтты, давайте қылып көріңіз деп ше. Барып несі бар, неге қылып көргіз келгеннен қылып көріп несі ойлау мен жоқ пранк. Жоқ, именно мен қайтқанда жасау керек болсын. Бұл жаққа айтшы, пожалуйста. Бірақ мен қатты уайымдамадым, себебі Аргеннің пранктарына үйреніп қалдық біз. Бұл ағамызбен біз баяғыдан бері таныс екенбіз, негізі земля круглая дейді ғой. Айбек болып бір болаққа келген кезде маған жазған, бір киноға түсуге шақырған болатын. Сөйтсем Аргеннің ағасы екен. Тағасы. Ағасы. Көке. Мен негізі өзім ұзақ жолы жүргенді жақсы көремін. Жолда магазинға кіріп, осындай атмосфераны сезініп, заправочный сокты алып, таксистпен әңгімені жіберіп, анда отырған адамдармен әңгімені жіберіп, прям көп оқиғаны білесің, адамдардың өмірлеріндегі тарихтарын білесің, біз білмейтін заттарды прям душевный әңгіме болады да. Сол үшін burada пойызбен жүргенді жақсы көретінмін. Сол қасымда депишка бірдеңе таңдап, жолда жеп барам. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін погода такой пасмурный болып тұрдым, Талдықорғанда соған қарай бір
еще таңертең тұрсам ешкім жоқ үйде, бәрі кетіп қапты. И андай тыныш бір настроениені былай деп тұр. Сол бұйырса бүгін ресторанға шығып барлық менюдің бәрін жасайтын боламын. Одан кейін в общем, жұмыс көп бүгін. Одан кейін Талдықорған қаласында мобилограф болса, маған жазып өтсеңіздер, бір аптаға жұмыс істейміз. Ақысын сол жерде ақылдасатын боламыз. Маған дайретке жазыңыздар, және де өздеріңіздің жұмыстарыңызды жіберсеңіздер болады. Менің көзімім мектептен келді. Мені сағынып, қашан келесің деп. Ал, жүр, үй жинаймыз. Что говоришь? Чего они такие маленькие? Маленькие? Как будто... Это знаешь, сколько тенге? Сколько? Это 100 тысяч тенге. В смысле? Это 100 тысяч тенге, Аюка. Все, забирай! Нет, в натуре там. Барып себе вещи купить, что-то сделай. Себе можешь AirPods купить. Конечно. В натуре там. В смысле 20 сом-то? 20 мың теңге мынау. Мынау 20 мың теңге. Өтірік алдамашы. Алдап отқан жоқ ма? Аюка, натуре бәрінен сұра. Вот 80 мың теңге здесь. Что меня дура делаешь еще? Я не делаю тебя дурой. В натуре говорю. Как нет? Иди в Кыргызстан съезди. Тебе Я знаю, примерно. Сколько там? 190 вроде будет примерно. Так, короче. 80 мың теңге Қырғызстанға бір. Мамам мынау, короче, 500 теңге. Қайсы 500 теңге? Міне 500 теңге. Соммен. 500 теңге? Я. Неге базарға барсаңыз кәдімгідей бір футболка алуға болады. Өтірік айтпашы. Натуре айтам, мама. Қойшы. Шын айтам. Бір футболка 500 теңге? Я. Тордыға барсаңыз 500 теңге тұрады. Яғни құда бала бар ғой, 500 соған барып айтым, мен маған бір футболка бердім ғой. Я. Берем екен? Өтірік айтпайсың? Жаным, мама. Не өтірік алдайсың сен? Жаным. Өтірік алдамайым. Қанша теңге енді? 500 теңге деп тұрмын, міне 500 теңге деп жазылып тұрмын. Не? Мхм. Осыдан бұл футболка кимейсің, маған футболка алып бересің, түсіндің бе?